Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, каналымызға қош келдіңіз. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болуды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписчиктерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Жақында белгілі ақын Жүрсін Ерман Швейцарияның Женева қаласында ем қабылдап елге оралды. Айтыс ұйымдастырушысы қиын сәтте жанында болған. 50 жыл отасқан жұбайына алғыс айтып, жастарға әйел таңдауға кеңес берді деп жазады Айқын басылымына сілтеме жасап қаз.нұр.кз. Бақыт Жамалды ризамын. 50 жылдан бері қасымда келе жатыр. Швейцарияға да бірге барды. Ол ғана емес, 3 қызым бірге барды. Бәр қас-қабағыма қарап жағдайымды жасады, сондықтан ризамын. Өмірлік серік болатын жарын мендей таңдаңыздар. Бақыт Жамалдың да өз тағдыры болды. Бір кездері Қазақстанның белгілі дикторы еді. Менің жұмысым ауысқаннан кейін тастап, мен бірге Астанаға кетті. Өз мансабын құрбан етті, сондықтан жастарға айтарым. Осындай сезімді ойыңнан шығаратын, қамқор болатын жар таңдау керек, деді ақын Жүрсін Ерман. Естеріңізге сала кетейік, осыдан кейін Жүрсін Ерман шетелде ем қабылдаған сәтте оны іздеп барған жақын достары жайлы айтты. Сонымен қатар айтыскер ақын өз есі түссіз жатқанда Асанәлі Әшимов іздеп барып жылап кеткенін айтып өтті. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.